Selam aleykum, efirde Zaman, fevralның 16-сы, студияда Айша Хайберді чалша. Бүгін Қырымда Ишғалжы акиметінің махкемесі сөзде Украина диверсантына Андрей Захтиге үкіміні чығарajaq. Ишғалжы прокурор она 7 ел апыз жазасыны чығармаға мұражат ете. Махкеме топлашувлар хапалы ве мақсус шекілде кече Захти 2016 сенесі сентябрь айында яқаланды. Оны диверсия азырлавында хабатлайлар тахиха девамында дефалар же ФСБ хадимлері тарафындан көрген хыйнавлар себебінден шикает етті. СИЗО екемлері оны эллері бұғавлардан излер ве электрик ақымы вастасынен чекештірівлерні хайт еткен. Бұлар эпісі Андрей Захти өзіні хабатлы танымасы мақсадынен япылды. Изаат бермеді. Кремльге бойсунған Ахмечеттің Демирел район махкемесі журналист Николай Семенаға жемат ішлерінен оғрашмаға ясақ етілмесіні манасыны анлатмады. Бұл ақта Қырым ахихат білдіре журналист Николай Семенаны ишғалжелер сепаратизмді хабатлай. Санки оның мақалелері Русияны территориаль бірдемілігіне қаршы чағырув көргенлер. Махкеме журналистке 2 ел шартлы беріп, жемат ішлеріне қошылмаға ясақ етті. Журналист Бухарарға изаат сорады, ләкин она жауап берілмеді. Ніде в російському законодавстві немає чіткого поняття, що воно в себе включає. Зараз з розвитком соціальних мереж і інформатизації суспільства можна що завгодно вважати публічною діяльністю. Я якраз ставив питання про соціальні мережі. Суд ухилився від відповіді на питання і сказав, що нам нічого пояснювати не хочуть. Русия Хараденіз ве Азав денізде Векеріч боғазында дениз қануларыны бозғаны себебінден Халқара махкемесінде жазасын алacak. Украинаның тышышлер Назиры Павло Климкин бөле сөз берді. Оның айтқанына көре ресми Киев меморандум азырлады ве базар әртесі күні февральның 19-ында Гамбургта дениз ақлары жейтінден Халқара ООН трибуналында дава açılmasını мұражат етежек. Перший меморандум пішов, точніше піде у понеділок. Тримаю в руках наш меморандум у рамках Конвенції з морського права щодо порушення Росією наших прав в Чорному та Азовському морях і у Керченській протоці. Дякую всій нашій команді. Класна робота. Кремль мобюслерінің азат етілмесі Мюнхенде көтерілежек эсас меселедір. Конференция девамында тышышлер назерлерінің Нарман форматында көрішіві олacak. Анда Русия ве Қырымда қанунсыз яқаланғанларының меселесіні музакере етежеклер. Бұл ақта кеченлері парламентінің вице-спикері Ирина Геращенко білдірді. Бұл меселеде муафақетлер алмақ үшін Русияге қаршы басқы девам етмеге керек. Чүнки Русия ве ишғал етілген Қырым ве Донбассның бүтін апыс анақтарлары Путиннің еліндедір. Завданням 2018 року є не тільки звільнення всіх заручників з окупованих територій, там залишається десятки людей, але і розблокування процесу звільнення політв'язнів Кремля. І це не тільки Олег Сенцов, це десятки прізвищ і українців, і кримських татар, яких утримують в тюрмах Російської Федерації і в Криму. Екі қопқа ақча, бір кішілік наразылық иштиракчысы Рифат Мамбетов 10.000 рублей көлемінде өз пара жазасыны төледі. Ақчасыны о банха пластик қопқасында кетірді, чүнки жазаны 10 күмішлік копеклерінен төледі. Пара жазасыны берілежек ақчаларыны аман-аман бүтін дүния топламаға қошылды. Бұл инсанлар кечкен сене октябрьдің 14-інде Қорқмай бір кішілік наразылықларға чықты. Пара топламақ үшін Қырым марафоны тешкіл етілді. Шымды есе бүтін топланған параны 10.000 рублейлік, 10.000 копеклік бағышланыз бозып берілежек. Бойле етіп, Қырым татарлар бойле қарарларға наразылық білдірелер. Хочу поблагодарить людей, которые оказали поддержку и собрали эти деньги, эти средства. Вот эта поддержка, которая была собрана 10-рублевыми монетами, да, эта поддержка, как бы, я это воспринимаю как поддержку выражения своего мнения против того произвола, который исходит от силовиков по отношению к моему народу.
Şimdilik bu sonki haberimizdir. Gelecek yayınlarımızın seyretiniz, atayırlı olunuz.